Қойшы, маңда бизнес бар. Біз сендер көрсетіп жібереміз. И сендер өздерінің кейінгілер көрсетесіңдер. Сөйтіп кете береді ғой, короче. Олар жазып жібереді ғой. Әжеппе бизнес қойрамайтындар бар ғой. Қалай жұмыс істейсің ба одан кейін? Бір ретте тірлікке барамыз ғой, ары бері ерекс болып кетеді. Біреуге айтады ғой маған, құның бір пышақ маяқтан кетіп қал дейді ғой. Мал бауыздаған кезде көзін жұмып тұратын бала. Сөйтіп пышақтап алды ғой сөйтіп. Жайша ма? Қасап шекен ғой, мал бауыздап жүрген онсында. Братан, не болды? Тыныштық па, братан? Жай. Кімнен қашып келесің? Сол қашпаймын мен. Жайша мен? Спорт қашын, жүгіріп тастаймын. Арамыздасың, братан, айта берсең. 2-3 бала келіп жоқ деші мен таппадым. Жайша? Магазинге барасың, сушняк темек аласың ғой, сдачадан өзіңе бірдеңе аласың. Ақша жоқ. Ақша жоқ. Онда менен ударап тұрсың ғой, біраз. Алайын да соң қолымнан келсе көрсін. Ақша жоқ па сенде? Жоқ менде. Жазып жібересің де сен просто. Жазбаймын. Жел. Магазин жазып береді. Бақошқа десің ше? Бірге барып кетті онда. Давай. Машина алдың ғой, блядь. Братан, Лада машина алмайды. Сен Ладаны керісінше оқып көрші. Адал. От көрдің ба? Бұмен адал ақша табасың. Демекшің басқа ма? Осақ па? Болды ма? Не керек бұдан басқасан? Ұра берсейсің. Жайша ма? Жазып жібергенге дәлел керек қой қазір маған. Видеоға түсіріп тұрған. Түсіре бер, блядь. Полиция ағылдар мынау ше ұрып отқан.